болса, ол 200-лік болады, Алла сақтасын. Бұлай өтірік күліп сөйлеп, мен сені жақсы көремін, мен саған Алла үшін деп, бірақ ол жүректе болмаса, ол пайдасын бермейді. Өйткені адамды алдасаң да Құдайды алдай алмайсың. Алланың назары түсетін ол біздің жүрегіміз, бұл шынайылықпен болу керек. Шын жүрегіңізбен біреуді Алла үшін жақсы көріп, Алла үшін жақсы көретіндігіңізді осылай айтсаңыз болады. Оған қатысты хадисті келтірдік. Екіншісі, біз қателесіп, арамызға кейде сондай бір түсінбеушіліктер болып қалған кезде кешірім сұраудан арланбаңыз. Қайсысы бірінші кешірім сұрау қадамын жасаса, Пайғамбар алейхиссалам айтады, сол екіншісіне қарағанда сол кешірім сұрағаны хайырлы адам екен дейді. Яғни өте жақсы адам деген сөз. Кешірім сұрау арқылы қайтадан қарым-қатынасымыз күшейеді. Үшінші қадам, бұл өзіңіздің көмектесе алатын мүмкіншілігіңіз барынша көмектесетініңізді айтып жүру. Қандай да бір жағдай болса, хабарлас, айтып жүрмеген, ертең біреуден естіп жүрмейді, ұят болып жүрмесін деп, сонда інілерімізге, туыстарымызға, достарымызға, жалпы араласатын ортамызда біз айтып жүруіміз керек. Кейде біз осы көмектесетін тұстарымызды айтпаған кезде жанымызда жүрген, араласып жүрген кейбір достарымыз сол көмекті басқа жақтан іздейді да. Бірақ ол жанында жүрген дос көмектесе алатындығы мүмкін, білмеуі де мүмкін. Егер осылай бас қосқан кезде айтып, әркім өзінің саласын қолынан келгенше осы салада мен жұмыс жасаймын, осыған қатысты бір қажет көмек болса, мен телефон, мен хабарлас бауырым деп өзін айтып жүру керек екен. Ал өзгелерге мұқтаждығына көмектесіп, қолымыздан келгенше көмектесу жайында Расулаллах айтады, кім өзгенің мұқтаждығын өтесе, Алла сенің мұқтаждығыңды өтеп береді деген хадис. Міне осы үш мәселені өттік, құрметті жастар, көрермендер. Бүгін тақырып осы жайында болды. Енді сұрақтарыңызды қарайық. Сұрақтарыңыз бүгін тақырыпқа қатысты болса жақсы болар еді. Алейкум ассалам, рахматулла. Өтірік айтпасаңыз, сразу құтыласыз деп, нен меңзеген түсінбедім. Бірақ өтірік деген сөз құтылып кету меңзеп тұрған секілді сұраға. Бауырлар, бұлай өтірік айтып, жалпы бұны әдетке айналдыру өте жаман нәрсе. Жалпы өтірік айту деген нәрсе шариғатымыз өте қатаң тыйым салады. Оны тіпті Пайғамбар алейхиссалам кім өтірік сөйлесе, ол бізден емес деп айтқан. Сол үшін бұл өтірік деген нәрсенен өте аулақ болуға шақырамыз. Одан кейінгі сұрағымыз, Қаскелеңдегі мешіттесіз ба дейді. Жоқ, мен Мәдина қаласындамыз, біз умра хажытта жүрміз. Кеше Меккеден Мәдина қаласына келдік. Күндіз осы қажылардағы группамызда бізде дәріс болады. Ал кешкі уақытта осылай уақыт тауып, барынша сіздермен де сұхбаттасуға, уақыт табуға әрекет жасаймын арасында осылай. Одан кейінгі сұрағымыз, қай кезде өтірік айтуға болады дейді. Енді бүгін тақырып жалпы өтірік жайында емес еді, бірақ айта кететін болсақ, жалпы өтірік айту ол дұрыс емес, бірақ үш жағдайда рұқсат берген ғалымдар, үш жағдайда. Біріншісі, сол жау жағадан келіп тұрса, еліңді, жеріңді сақтап қалу үшін ол жауға өтірік айтып, елін сақтап қалу мәселесі бар. Екіншісі, екі мұсылман адам ұрыспаса, үшінші адам ортаға түсіп, екеуін жарастыру мақсатында сонда кішкене өтірік айтып, екеуін жарастырса болады деген. Үшіншісі, екі ерлі зайыптылар сонда айырылысып кету сәтінде тұрған кезде өтірік айтып табысуға болады деп келеді кітапта осылай. Одан басқа кезде мүлде өтірік айтуға болмайды. Одан кейінгі сұрағымыз, сәл қорқып жүрмін намаз бастауға дейді. Енді бұл намаз бастауға сізді қорқытып атқан ол шайтан, ашық айтайық. Біз өткен дәрісте айтқан болатынбыз, әрекет ету деген нәрсені өттік, осы жақсы мәміленің ішінде. Бұл жақсы мәміле жасаудың ең басы сол руханият мәселесінен басталынған болатын. Біз ең бірінші жақсы мәмілемізді Алламен бастауымыз керек. Біз Алламен жақсы тұрмайынша, адаммен жақсы тұруымыз ұзаққа бармайды. Біз қашан Алламен жақсы тұрсақ, Алланың айтқанымен орындап, Алламен мәмілеміз түзелген кезде, Алла субхана ва тағала бізбен сізді адамдардың арасындағы мәмілемізді автоматты түрде өзі түзеп қояды.
өте керемет деңгейде жасап қояды. Оның бәрін жасаушы Алла Тағала. Сол үшін Алланы мыняға сырып қойып, яғни намаз айтып жатырмын бұл жерде, әлі намазды кейін көрем, қазірше мен мыняқты реттеп алайын деп осылай уақыт өткізсеңіз, ол уақытыңыз өте береді, бірақ мәселеңіз шешілмейді. Ол мәселеңізді шешіп, бәрін жол жорығын жасап беруші Алла Тағала. Құранда ашық аят бар, Бақара сүресінде Алла Тағала айтады: сендердің дұғаларыңды қабыл етемін сөзсіз, бірақ айтарым, сендер бірінші менің айтқанымды орындаңдар дейді аятта. Алланың айтып тұрған мәселесінің бірі, жаңа сұраққа қатысты, ол намаз мәселесі. Сол үшін намазды тәуекел етіп бастап кету керек та, Алламен бірінші қарым-қатынас мәмілемізді жақсартып алайық. Содан кейін барып адамдарға, қоғамға, туысқа, досқа осылай рет-ретімен бәрі орнай беретін болады. Одан кейінгі сұрағымыз, талақ қойылған соң қалай қайта некелесуге болатын жайлы айтсаңыз. Енді талақ мәселесі, оның жан ұясы деген кітабымыз жарыққа шықты, Аллаға шүкір. Өткенде онлайн форматында осындай ашылу рәсімі өтті. Оны қаншалық кісілер көргендеріңіз бар. Сол кітапты қазір жалпы алғашқы болып тіркелген кісілерге осындай телеграмда жеке осындай сұхбатымыз жүріп жатыр. Сол кітапты ала берсе қаңтардың 20-сынан бастап ақырындап мына баспахана уәде беріп отыр, кітаптарым шыға бастайды. Бұл тек қана алғашқы тапсырыс бергендер үшін. Соның ішінде сол мәселе бар. Талақ мәселесі, ол қалай, жолы қалай жалпы деген сияқты мәселе айтылған ол жерде. Енді айта кетейін, жалпы талақ деген нәрсе ол эфирде отырып былай шеше салатын мәселе емес. Егер солай талақ айтып қойған болса әйеліне, жалпы сұрақ несін айтып жатқаным, сіздер қай өңірде болсаңыздар да, кез келген өңірде мешіт бар. Сол мешітте пәтуаға жауапты ұстаздар отырады. Соған жаңағы ерлі зайыптылар екеуі бірге бару керек, жеке-жеке болмайды, екеуі бірге. Сөйтіп сол жерде жігітте сұрақ қойылады, ол қалай айтты, не деп айтты, соның бәрін анықтап, одан кейін барып, сол имам немесе сол жердегі пәтуадағы ұстаз сізге бір пәтуа айта алады. Талақ түсті немесе түспеді деп, түскен болса да арғымен қарай қалай болады, сол жол жорға айтылады. Сол себепті қазір мына эфирде ол жалпылама айтатын тақырып емес, жалпы халыққа әр адамның сол талақ мәселесі әртүрлі болып келеді, отбасында айтқан сөзіне байланысты, істеген іс-қимылына байланысты. Сол себепті жеке-жеке оларға осындай сұрақтарына жауап алатын боласыздар. Яғни маманға барыңыздар, айтарым, мешітке барыңыздар. Одан кейінгі сұрағымыз, намазға ата-анасы қарсы болса не істеуге болады деп бауырымыз сұрақ қойыпты. Енді айтарымыз, жалпы ата-ана, ата-әже, жалпы үлкендер қауымы айтарымыз ашық, ол кісілер намазға ешқашан қарсы болмайды. Болғанда емес, осылай бастайық сұрағымызды. Ата-аналардың жалпы қорқатындары содай ағымдар шықты, салафизм деп өздерін ашық айтып, әлі де олар жүр қоғамда. Олар әлі өздерінің идеологияларын әлі таратуға жұмыс жасап жатқандары бар. Содан көрген ата-аналар қорқады. Өйткені олардың алды Сирияға алып кетті, арты түрмеге кетті. Сондай дінді жамылып алып, көптеген сондай оқшау әрекеттерімен, сондай бір діннен кішкене бір адамдарды қорқытатындай әрекеттер жасады. Солай біз қабылдайық. Кез келген ата-ана баладан солдан қорқады. Яғни балам кетіп қалама деп қорқады. Сол үшін намазды оқи беру керек. Бірақ айтарым, сол мешіттегі ұстаздармен, имаммен тығыз байланыста болыңыз. Олар үйге шақырыңыз, арасында қонақ қылып шақырыңыз. Ата-анаңыз көрсін, бала кіммен араласып жүрген, жалпы дін ұғымын кімнен үйреніп жүрген ата-ана көріп көзі жеткен кезде, ол ата-ана ешқашан баласының намазымен алыспайды. Өйткені олар әрмен қарай риза болады. Бәлкім сол имамға өзі жеке айтып жүретін болады әке-шешеңіз. Ой, біздің баламыз Аллаға шүкір сіздің жаныңызда жүр екен. Соған мына мәселеде көбірек айтыңызшы, мынандай жағын көбірек айтыңызшы деп, кейде қаншама ата-аналар маған жеке өзіме байланысатын кездер болды. Өйткені балалар мен жанымда жүрген көрген кезде ата-аналар өзіме жеке шығып айтатын. Міне балам сіздің жаныңызда жүргенде қуанамыз.
соны мынандай жағын көбірек айтыңызшы, немесе үйде әйелімен мына жақтарını көбірек айтыңызшы деген сияқты мәселелер бар. Солай ұстазбен, имаммен қарым қатынасыңыз, араласатыныңызды дәлелдеп үйге шақырып олардың көзін жеткізсеңіз, Құдай қаласа ата-анаңыз ешқашан сіздің намаз оқуыңызға қарсы болмайды. Одан кейінгі сұрағымыз Нұрлан молданы айтыңызшы, көп адамды адастыруда дейді. Енді қазір жалпы сол Нұрлан деген имам жайында маған көп кісілер жазып жатыр, сұрап жатыр. Енді жалпы ол жайында өткенде Сансыбай деген ұстазымыз жалпы айтқан болатын. Уағызшы бар, пәтуа беруші бар. Біздің жалпы пәтуа мәселесі бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында ғұламалар кеңесі бар. Ретінде қазақ дәстүрін, тарихын бәрін ұштастырып, сөйт бізге ыңғайлы пәтуа шығатын орталық бар да, жалпы муфтиятта пәтуа бөлім деп айтылады ол. Және сол пәтуа бөлімнің әр қалада филиалдары бар. Ол жерде сол пәтуаға бекітілген әр өңірдегі мамандары бар. Өздерінің жеке өздерінің чаттары бар. Олар байланысып сол пәтуаны талқылап отырады. Сол үшін пәтуа беретін адамдар бөлек, уағызшылар бөлек. Уағызшылар. Енді жалпы имамдар, жалпы ұстаздар кейде уағызшылардың тобына кіреді. Бірақ пәтуа бөлімі, ол жаңа айтқандай, бұл біздің қара шаңырақ муфтиятымыз. Сол муфтиятты пәтуа бөліміндегі мамандар берген пәтуаға тоқтауымыз керек. Бірақ жаңағыдай анау бүйтіп айтты, мынау бүйтіп айтты деп әркімнің айтқанына осылай жүретін болса, онда ортада көптеген түсінбеушіліктер шығады. Сол үшін Нұрлан имамды мен көрсем ол кісіге айтам, көптеген сондай жіберген қателіктер мен өзім көріп тұрмын, жалпы пәтуа мәселесінде. Сол үшін ол кісі негізінде имам болса, уағызын айту керек, бірақ пәтуа мәселесінде кірісуге олай болмайды. Одан кейінгі сұрағымыз, отбасында да, айналамда да жүрген адамдарда намазға жақын емес, иманы әлсіреп кете береді, не істеуге болады? Отбасыңызда немесе араласатын ортаңызда намаз оқымайтын кісілер болса, оған уайымдамаңыз, қыз бала екен, жазып тұрған. Кез келген қалада жалпы мешіттер секторы деген бар. Ол мына Нұр-Мүбарак университетті бітірген қара көздеріміз, әйелдер кісілер сабақ береді. Сол ойлауға болады ма деп сұрап жатыр. Біреу емес, бірнешеуін көріп қалдым. Сұрақтар қойып жатсыздар. Енді жалпы бұл мемлекет тарапынан жаңа жыл деп осындай жалпы әлемдік деңгейде осындай айтылғанымен, бірақ бұл діни мейрам емес. Біз соны түсініп алуымыз керек. Бұл діни мейрам емес. Бұл мұсылмандардың діни мейрамы, ол 3 мейрам. Ол ораза айт мейрамы, ол құрбан айт мейрамы, және ол жұма күні. Міне жұма күндеріңіз құтты болсын. Бүгін асырдан кейін күн ауды ма, ертең асырға дейін сол жұма сәті есептелінеді. Сол үшін әрқайсымыз соны балаларымызға, отбасымызда мұсылманның мейрамын айтып жүруіміз керек. Және өзге діндерінде, мысалға негізі жаңа жыл сол христиандардан шыққан мейрам, солардың кәдімгі төл мейрамдары. Олар біздің мұсылмандардың мейрамын шырқын бұзылған емес, ол жаман сөз айтпайды олар. Бізде олардың мейрамдарын бұзуға хақымыз жоқ. Олар туралы жаман нәрсе айтуға болмайды. Және олар да айт мейрамға келіп, құрбандықтарын шалып, міне мұсылмандармен бірге деп олар тойлаған көрмегенбіз, естіген емеспіз. Бірақ көріп қалса, мейраммен құттықтауы мүмкін, бірақ біздің діни мейрамдағы рәсімдерді жасамайды олар. Біз де дәл солай істесек болады. Олардың мейрамдарында бар биолкаларын айналмаймыз. Олардың жаңағыдай алып қой деген шампанскілерін барып ішіп отыруға болмайды. Түнгі сағат 12-де жиналып алып, бір мезетте сондай ішімдік ішіп күнә істеуге болмайды. Сол үшін әрбір күн, әрбір түн бұл Алланың жаратқан жаратылысы. Біз оны Алланың нығмет деп білеміз. Әрбір күн, әрбір түн ол жаңа күн түні бола ма, басқа түн бола ма, бірақ ол түнді Алла Тағала демалу үшін жаратқандығын айтқан Құранда ашық аят бар. Түнде адам демалу керек. Түнгі сағат 12-де шариғатымыз тұрып осындай жаса деген мәселе жоқ.
бәлкім түнде тұрып 12-де 1-де немесе жалпы әдетте тұрып жүрген болсаңыз тахажжуд намазға тұрыңыз, басқаға тұрыңыз. Бірақ арнайы сол жаңа жыл деп сағат 12-ге деп ұйықтамай күтіп отырсаңыз, айтарымыз ешқандай сауап жоқ ол жерде. Өйткені жаңа айтқандай бұл діни ұстанымға ешқандай қатысы жоқ мәселе. Ал қадір түні ол бөлек түн енді. Ол жеке мәселе. Өйткені қадір түнде ол Құран түскен айт, ол қадір түнде ұйықтамастан таң атқанға дейін жылына бір келетін түн, сол түнде ол ерекше күтеміз. Сол түнде кәдімгідей дайындалып, дастархан жайып, бала шағамызбен отырып, Алланы ұлықтап, бір-бірімізге жақсы сөзімізді айтып, құрбы-құрдастарымызбен, ағайын туыспен отырып, отырып ол өте керемет сауапты түн есептелінеді, жалпы қадір түні. Ал басқа түндерде осындай мәселе жоқ. Одан кейінгі сұрағымыз үйде Бақара сүресін қойып тазалауға болады ма дейді. Енді жалпы үй тазалау деген мәселені құрметті жастар біз бір түсініп алуымыз керек. Кейде осында көп естіп жатамыз, үй тазалау керек, тағы бірден кейін тазалау керек. Айтарымыз негізінде үйді айқайлап тұрып азан айтып намаз оқудан бастаңыздар. Намаз оқылған үйде шайтан қашады, шайтанның әскері болған жындар қашады. Біздің көзімізге көрінбейтін көптеген сондай әлемдер бар. Намаз оқылған үйде нұр болады, ол жерде періштелер көбейеді. Сөйтіп үйіңіз тыныш болады, балалардың ұйқысы тыныш болады, шошып ояну, ұрыс жанжал, балалардың ауыра беру деген нәрседен арылудың бірде-бір жолы. Ер азаматтар оны түсініңіздер, таң атпай, таң намазға тұрып, үйіңізде айқайлап тұрып азан айтыңыз, балаларыңызды тұрғызып, дәрет алып сапқа тұрғызыңыз. Құдайдың сол күнгі берген күнін сондай таң намазбен қарсы алыңыз. Сол кезде үйіңіз тазарды деп айтасыз ба? Қалай айтсаңыз ол келетін формат. Бірақ не намаз оқылмаса, Құран оқылмаса, азан айтылмаса, бірақ Бақара сүресін қойып қойсам бола ма? Тағы бұлай істесем бола ма деген нәрсеге қатты көңіл бөлмеңіздер. Жалпы Құран тыңдау қойып қою ол жаман нәрсе емес. Бірақ сол Құрандағы айтылып жатқан нәрсені айтып жатырмын мен сіздерге. Өйткені Құран деген бұл музыка сияқты нәрсе емес, қойып қойып, мән мағынасын тыңдамасын да тұра берсін дейтін нәрсе емес. Құран бұл қияметке дейін адам баласына амал істеуі міндет болған заң ол жерде. Кәдімгідей өрде мән мағынасы бар сөздер айтылады ол жерде. Нені істеу керек, нені істемеу керек деген сияқты мәселе ғой ол Құранда. Сол үшін Құран қойып қою жақсы нәрсе. Бірақ мен айтып жатқан мәселе сол Құрандағы айтылып жатқан сөзді іске асыруды айтып жатырмын. Ол Құранда не айтып жатыр? Ақимус сола ва ату закат айтады. Алла Тағала намаз оқыңдар, зекет беріңдер, арақтан тыйылыңдар, күнә жасамаңдар, рибадан аулақ болыңдар деген сөздер айтып жатыр ғой Құранда. Сол Құрандағы жаңа айтылғанда үйіңіз тазарып, немесе кез келген нәрсенің жолын ашылғанын қаласаңыз, және айтарым, өте төте жолы, оны қысқа да нұсқа бақытқа жетудің жолын мен меңзеп тұрмын. Бүгіннен қалмай, дәл осы сәттен қалмай, дәретіңізді алыңыз да намазды бастап кетіңіз. Айқайлап тұрып намаз оқыңыз. Егер әлі тіліңіз жаттықпай, сүрелерге тіліңіз келмей жатса, уайымдамаңыз. Үлкен форматта қағаздарға жазып қойып, алдыңызға төсеп қойыңыз да, соған қарап айқайлап оқи беріңіз. Күніге 5 мезгіл солай оқи бергендіктен тіліңіз келе бастайды, кейін қағазға қарамайтын боласыз. Солай төселіп кетесіз. Иншалла деп айтайын, бұл бәрі сіздің бақытты болуыңызға, отбасыңыздың тыныш болуына, жұмысыңыздың жүріп кетуіне, бәріне осы шариғат кепіл болады намазыңыз. Өйткені намазды Алла Құран кәрімде айтқан, инна сола танха анил фахшаи вал мункар дейді. Расында намаз сендерді арсыздықтан, күнәдан, әдепсіздіктен, бүткіл қылмыс атаулықтан тыйып қояды дейді. Демек, біздер жақсылыққа жетудің бірінші біз қылмыстан тыйылуымыз керек. Мысалға былай түсіндірейін. Мысалға мынау бөлмеңізді, осы тұрып жатқан бөлмеңізді ремонттап жатсыз, обой жапсырып жатсыз, тағы басқа жөндеу жасап жатсыз. Бірақ Алла сақтасын, ана кухняңызда өрт шығып өртеніп жатыр да ар жақта. Енді мына обой жапсырып ремонтты тоқтату керек. Бұдан бұрын ең бірінші мәселе сіз анау асханаға барып өртті сөндіруіңіз керек. Өрт сөндіргеннен кейін барып сіз мына жерде ремонттауыңыз сізге пайда береді. Сол сияқты бірінші күнәдан тыйылмай тұрып,
мен былай істесем бола ма, олай істесем бола ма дегеннен көрі бірінші тыйылу керек. Ал сізді күнәдан тыятын жолдың төте жолын Алла айтып қойды. Инна сола танха